Қайырлы күн, қадірлі көрермен және әріптестер, Жамбыл облысының өңірлік коммуникациялар қызметі тікелей эфирде жұмысын бастайды. Добрый день, уважаемые зрители и коллеги. Региональная служба коммуникации Жамбылской области начинает свою работу в прямом эфире. Баспасөз конференциясының тақырыбы су тапшылығы салдарынан зардап шеккен шаруаларға төтенше жағдай резервінен өтемақы төлеу туралы. Облысымыздың бас медиа алаңның құрметті спикермен таныстырып өтейін. Мәдібек Қанатбек Қайшыбекұлы, Жамбыл облысы әкімінің орынбасары. Құрметті Қанатбек Қайшыбекұлы, алаңыңызға қош келдіңіз. Сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, жаз айларында орын алған суармалы судың тапшылығы мен құрғақшылық салдарынан зардап шеккен Жамбыл облысының шаруаларына өтемақылар төленді. Суармалы су тапшылығы құрғақшылық салдарынан зардап шеккен 358 ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне осы төтенше резервтен олардың шығындарын өтеп беру үшін 2,7 миллиард теңге көлемінде қаралды. Өтемақы ұсынылған құжаттар және арнайы комиссияның зардап шеккен нысандары кешенді зерделеулер жасалынды. Әр аудан әкімдігінің қасынан, яғни әр ауданда осы зардап шеккен алқаптары бар арнайы жұмысшы топ құрылды. Ол жұмысшы топқа барлық мамандар топтастырылды, агрономдар, осы су шаруашылығында жүрген біздің әріптестеріміз, және сол ауылдың әкімдері, және де сол жерде қоғам белсенділері, сол салада жұмыс атқарып жүрген басқа да біздің мамандар, шаруалар кіргізілген жұмысшы топтар жұмыс жүргізіп, сол зардап шеккен егістік алқаптың түрі және көлеміне қатысты мәселелерді растады. Өңірлік ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдай нәтижесінде суармалы егіс алқаптарындағы 9000 гектардан астам жерге егілген өнім жазғы кезеңде суармалы су тапшылығы мен құрғақшылықтың салдарынан жардамсыз деп танылды. Көптеген егіс алқаптарында біз өзімізде аралап көрдік. Жұмыс барысында шаруалармен кездестік, ауылдарда болдық. Сол жерде көргенімізде егілген егіс суын, бірінші суын ала алмаған кейбір жерлерде суды алса да су жеткіліксіз болғандықтан мүлдем өспей қалған. Жердің бетіне шығып көрінген, мүлдем өспей қалған жерлер болды. Кейбір жерлерде жаңағы желдің салдарынан болған су жетіспеушілігінің салдарынан мүлдем шықпай қалған жерлерде болды. Облыс шаруаларына келтірілген шығынды өтеу үшін Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы негізінде елдің төтенше резервінен 3,7 миллиард теңге бөлу жөнінде шешім қабылданған болатын. Арнайы комиссиялар жаңа айтып өткеніміздей зардап шеккен ауыл шаруашылығы нысандарын аралап, шаруалардың ұсынған құжаттары және басқа да қосымша жинақталған құжаттар негізінде тізімге 358 шаруа қожалық енгізілді. Оларға 2,7 миллиард теңге өтеліп берілді. Бөлінген 3,7 миллиард теңгенің қалған бөлігі ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің тарапынан растайтын құжаттарының дұрыс болмауы салдарынан, кейбір жағдайларда құжаттар толық болмауы салдарынан мемлекеттік бюджетке кері қайтарылуға қазір құжаттар рәсімделуде. Атап айтқанда, Жамбыл ауданынан 6 шаруашылық тиісті құжаттарын ұсынды, бірақ ол шаруашылықтардың кейіннен қосымша зерделеу барысында анықталғандай, ол судың тапшылығынан емес, басқа да мына агротехникалық талаптардың дұрыс сақталмауы салдарынан екендігі анықталды. Осыған байланысты ол шаруаларға өтемақы жүргізілмеді. Байзақтық шаруаларда да осындай кездесті. Меркі және Меркі ауданында осындайлар болды. Мысалы, кейбір шаруа қожалықтары жаңағы бізге ұсынған жер көлемін көрсеткен аумаққа оған дейін көктемде егістің дақылдың басқа түрін егіп, мемлекеттен жаңағы тұқымға, болмаса тыңайтқышқа алынатын көмектерді, яғни субсидияларды алған. Ол енді біздің электрондық базадан көрініп тұр. Сондықтан ондай шаруаларға төлемнен бас тартылды. Сол сияқты кейбір шаруалар қожалықтың талаптарына сәйкес келмейді. Мысалы, құжаттардың сол жаңағы шаруашылықтың егесі екендігін, сол жердің егесісі жаңағы өтінім беріп отырған шаруа қожалығының басшысы екендігін растайтын құжаттар дұрыс болмады. Кейбір шаруаларда мысалы жер асты суын пайдалануға қатысты ұңғыма қазып, ол ұңғыманы іске қосып,
мемлекеттің жаңағы инвест субсидияға берілетін жәрдемін алып, барлық құжаттарды рәсімдерген, ал бұлайша содан кейін келгенде бізге осы құрғақшылық салдарынан, су жетіспеу салдарынан зардап шектім деп өтінім берген. Бұндай шаруалардың да құжаттары қараусыз қалдырылды. Сол сияқты Қазсушар коммуналдық кәсіпорнымен де жұмыс жасаған шаруалар жөнінде суда алған, мысал үшін жаңағы суға ақы төлеген, бірақ бізге судан зардап шектім деп жаңағы құжат өткізген шаруалар болды. Ол шаруалардың да құжаттары қараусыз қалдырылды. Дей тұрғанмен бізге қайырылған осы төлемге байланысты құжаттарын өткізіп, төлемін ала алмаған шаруалардың барлықтарына түсініктеме жұмыстарын жүргіздік. Олардың не себептен төлем жасалмаған туралы құжаттардың бәрін көрсетіп, бәріне жаңағы комиссияның шешімін, қандай шешім қабылданғанын айттық. Және ол шаруалардың егер біздің жаңағы әріптестеріміздің қабылдаған шешіміне келіспеген жағдайда, яғни ауданның қасынан құрылған жұмыс топтардың шығарған шешіміне келіспеген жағдайда, сот органдарына шағымдануға құқығы бар екендігін толық түсіндірдік. Енді қазіргі уақытта жұмыстар одан әрі жалғасуда. Жаңа айтып өткендей, біз ақшаның бір бөлігін республикалық бюджетке қайтардық. Ол енді басқа мақсаттарға жұмсалынбайды. Ол ақша тек қана сол шаруаларға, зардап шеккен шаруалардың өтемақысын төлеу үшін ғана берілген қаражат болғандықтан, міндетті түрде республикалық бюджетке қайтадан қайтарылады. Қысқаша осы. Рахмет. Құрметті Қанатбай Қашыбекұлы, баяндамаңызға рахмет. Әріптестер, тақырып аясында қоятын сауалдарыңыз бар ма? Сұрақ қойғанға дейін тағы бір мәселені айта кетейін. Біздің шаруалар арасында қазіргі уақытта бізге түсіп жатқан сұрақтардың арасында келесі жылдың жоспары қалай болатындығы туралы сұраныстар бар. Облыс әкімі Ербол Шырақбайұлының басшылығымен қазіргі уақытта мына Қазсушар кәсіпорны бар, және су шаруашылығы жөнінде осы қадағалайтын органдар бар, және су пайдаланушылар бар. Солармен бірлесіп, біз келесі жылға суғарылатын алқаптың көлемін белгіледік. Ол көлем барлық аудандар бойынша және ауылдық округтар бойынша белгіленіп берілді. Және сол жердегі тиісті әріптестердің барлықтары осы мәселеге қатысты өздерінің жаңағы ұсыныстарын берді. Қазіргі уақытта біз жалпы облыс бойынша келесі жылы шамамен сол болжам бойынша 770 мың гектарға дақылдар орналастыратын болса, соның ішінде суармалы егістік алқаптар бізде ресми белгіленген көлем 185 мың гектар. Оның ішінде біз сол 86-90 мың гектар көлемінде су береміз деген жоспарды белгілеп отырмыз. Бұл жердегі мөлшер ең төменгі мөлшер, яғни осы 23 жылғы суғару маусымындағы мөлшерді біз негізге алып отырмыз. Енді осының сыртында, яғни белгіленген көлемнің сыртында, яғни картадан тыс еккен шаруалар болатын болса, келісімсіз еккен шаруалар болса егер, ол шаруаларға тиісті ескерту жасалынады, және ол шаруаларға бұндай зардап шеккендігі туралы мәселесі қарастырылмайтын болады. Себебі біз ресми түрде барлық жаңағы айтып отқандай ауылдық деңгейде, аудандық деңгейде тиісті ескертулерді жасадық. Ал егер судың мөлшері биылғы жылдан жақсы болып, жоғары болып, қосымша суғаратын мүмкіндіктер пайда болатын болса, біз оны жоспарға тиісті өзгертулер енгізуге мүмкіндік болады. Ал бірақ бүгінгі күнге біз жоспарда осы 23 жылғы берілген судың мөлшерінде бекітіп, барлық әріптестерді осы мәселеге қатысты таныстырып қойдық. Қайшыбекұлы, бірінші сұрақ, негізі судың, даудың және шаруалардың басты үлкен мәселесі көтерген бұл жоспар бар етін дейді. Осы жоспардың негізінде біз егінді ектік дейді. Ал енді сол егіннің шығынын бізге өтемей отыр дейді. Оның ішінде біз жүгері мен арпаны айтамыз. Жүгері мен арпаға қанша қаражат бөлініп өтелді? Бірінші сұрағым. Рас, жоспардың болғаны 2023 жылдың, яғни осы суғару маусымы басталар алдында, сәуір, наурыз айларында біз осы егістік алқапты жаңа өзіңіздерге айтып өткендей жоспары белгіленген болатын. Ол жоспарды белгілер алдында біз
арнайы біздің көрші мемлекеттің жаңағы су шаруашылығы қызметінен және ауа райын болжайтын қызметтерінен арнайы ресми түрде хаттамалық ақпараттар алдық. Ол жерде бізге со 21-22 жылғы мөлшерден судың кем болмайтындығы туралы біз мәліметтер болды біздің қолымызда. Соған сәйкес суармалы егістіктің жоспарын белгіледік. Оның ішінде қызылша алқабын ұлғайтуға қатысты жоспарлар басым болып бекітілді. Өйткені өздеріңізге белгілі, осы қант бағасына байланысты біраз бірден қант бағасының өсуіне байланысты мәселелер болғандығын, осы мәселеге байланысты біз қант қызылшасының алқабын ұлғайту жөнінде арнайы жоспар құрып, сол жоспардың аясында қант қызылшасының егілген мөлшерін 10.400 гектарға жеткізгеніміз рас. Бірақ суару маусымы басталғаннан кейін мамыр айының кезінде біз осы құрғақшылыққа судың аз екендігіне тап болдық. Яғни көрші мемлекеттен алынатын судың мөлшері де төмен болды әлде қайда. Және сол сияқты құрғақшылық, жаңбырдың да аз түсуі бізге осы кейбір жоспарларымызға өзгеріс енгізуге тура келді. Нәтижесін жаңа өздеріңізге айтып өттік. Ал енді жүгері, басқа да жаңағы арпа дақылдарына байланысты айтатын болсақ, біз енді қазір оның тура қай дақыл бойынша қанша теңге төлейтінін мен сізге қосымша ақпарат ретінде берем. Ал әр дақыл бойынша карта жасалынды, техникалық карта жасалынды. Ол арнайы ғылыми зерттеу институттарының келісімі бойынша сол ғылыми зерттеу институттарымен бірге отырып жасалынды. Біз шаруалардың шығынын өтеген кезде олардың пайдасын есептеген жоқпыз. Біз ол шаруалардың сол дақылды себуге кеткен шығынын есептедік. Сол себу шығындары, яғни тұқымға, жанар-жағар майға, тыңайтқышқа, басқа да жаңағы техникамен жұмыс істеу барысында кеткен шығындарын осы техникалық карта арқылы есептедік. Оның ішінде дақылдың кейбір түрлері тамшылап суғарылады, кейбір түрлері жаңбырлап суғарылады, кейбір түрлері арықпен суғарылады. Біз осы суғару түрлеріне байланысты әрқайсысы әртүрлі болып бекітілді. Олардың барлық карта біздің қолымызда, сол картаға сәйкес төлем жүргізілді. Бұл жерде мысалы жаңағы төлем жасалынған 5 ауданның жалпы жоспарға 6 аудан кірді, оның ішінде 5 ауданға төлем жасалынды. Төлем жасалған 5 ауданда мысалы жүгеріге байланысты айтатын болсақ, әр ауданның жүгерісіне әртүрлі төленген жоқ. Егер біз шаруалардың өзінің берген құжатымен кімнің қанша шығарғанын есептеп, олардың жаңағы төлеген төлемдері туралы құжаттарын жинайтын болсақ, бұл жерде сыбайлас жемқорлықтардың тәуекелдері көбейіп кететін болды. Сондықтан біз барлық шаруаларға өңірдегі бірдей, яғни бір картамен төлеп бердік. Енді келесі сұрақ, халықпен жүздескен кезде шаруалардың бір айтатын үлкен мәселесі бар. Осы қызылшаны егіп, багараға еккендердің кесірінен бізде су тапшылығы болды деп, тура осындай мәселеге не деп жауап берер едіңіз? Рас, тәлімі егістік жерлерге, яғни суарылмайтын жерлерге де еккен қызылша, басқа да пияз дақылдарды, басқа да суармалы дақылдарды егу фактілері бар. Ол заңмен негізі шектелмеген. Ол жерде жаңағы, бірақ бұл жерде суды пайдалану үшін, жаңағы суармалы суды пайдалану үшін міндетті түрде су таратушы кәсіпорынмен келісімшарт жасалыну керек. Сол келісімшарттың негізінде су пайдалану керек. Ал жаңа тәлімі жерге егіс егіп отқан шаруашылық иесі, жаңа жер иесі, жерін суармалы алқапқа айландыру жөнінде тиісті ұсынысын жасау керек жергілікті атқарушы органдарға. Оны жаңа тәлімі егістікті суармалы егістікке айландыру жөнінде шектеу қойылмаған. Айландыруға болады, тиісті құжаттарын рәсімдеп, оны жасауға болады, сондықтан оған шектеу жоқ. Ал енді, жаңағы рұқсатсыз насос қою, өзеннің бойына, каналдың бойына, ондай да фактілер болды. Оған қатысты тиісті әкімшілік шаралар қолданылды. Оған қатысты құқық қорғау органдары, яғни қадағалаушы органдар тарапынан талдаулар жасалынды. Бұған біз енді жаңа айтып өткендей, судың келесі жылғы пайдалану жоспарын құрған кезде біз міндетті түрде әр ауылдық округтың әкімін және әр ауданның әкімін осы мәселеге қатысты жоспарына енгізіп, міндетті түрде су пайдаланушы мекемелермен, су таратушы және пайдаланушылармен бірге жұмыс жасау жөнінде жоспарын құрып беріп отырмыз. Сонда жаңағы қай жерден қай жаңағы каналға қанша су түсіп жатқанын, қай жерге жаңағы насос қойылып жатқанын, заңды, заңсыз, басқа да бақылаусыз мәселелердің барлықтарын біздің әріптестеріміз қадағалап отыратын болады.
Келесі сұрақ, осы өткен аптада сейсенбі күні бір топ шаруалар келген болатын. Өздерінің жүгерілерін әкеліп, сол бойынша қысқаша түсініп беріп кете аласыздар ма? Жауабы не болды? Иә, келді. Ол шаруалармен мен өзім кездестім. Одан кейін барып Райс каналының басында да сол кісілердің ұсынысына сәйкес сол жергілікті тұрғындар бар, ақсақалдар бар, шаруалар бар, тағы бір кездесу өткіздік. Жалпы ол кісілердің айтып жүргені осы мына төлем жасауға берілген қаражаттың шеңберінде ол кісілердің де шығарған шығындарының төлеп беру жөнінде өздерінің уәждерін айтуда. Бірақ біз кейінгі жасалған талдаудың нәтижесі бойынша соған келген шаруалардың барлықтары бұл судың зардабынан емес екендігін біздің әріптестеріміз бізге тиісті ресми құжатпен есебін беріп отыр. Өйткені келген шаруалар біріншіден судың басында болған, ол кісілердің орналасқан егіс алқаптары судың басында тұр. Су жетпейді деп айтуға келмейді. Екіншіден, кейбір сол келген шаруалардың кемі 3 мәрте су алған. Суару маусымының кезінде 3 мәрте су алған. Үшіншіден, ол кісілер егістерін енді ол кімнің қанша центнерден алған туралы енді бізде мәлімет жоқ, но дей тұрғанмен тиісті құс шаруашылығымен айналысатын шаруаларға 25 тонна көлемінде жүгерісін өткізген. Егер шаруашылық қандай да бір сол еккен жерінен мал азығы үшін болсын, болмаса басқа да мақсаттар үшін сол жинап алған болатын болса, ол біздің төлемге кірмейді. Өйткені ол мал азығы болса да бізде кейбір жерде болды, мысалы жүгерлері собық салмаған адам белінен келеді, мысалы 1 метрден аспаған, дей тұрғанмен мал азығы үшін жарайды. Мал азығы үшін орып алған болса, біз оған төлем төлеген жоқпыз. Бұл жерде ол кісілер 25 тоннаға дейін біздің қолымыздағы мәлімет бойынша құс шаруашылығына жүгері ретінде өткізген. Енді ол кісілердің айтатын бізге уәжі, біз суды толық ала алмадық, өйткені біздің Райс каналы құрылыс жұмыстары аяқталған жоқ деп отыр. Иә, Райс каналының құрылыс жұмыстарының басталғанына қазір 4 жыл болды. 4 жыл көлемінде жүргізіліп жатыр. Енді оны біз бірнеше рет бұған дейін де айтқанбыз. Арасында бөлінген қаржы уақытысында бәрі берілген, бірақ жоба дұрыс жасалынбаған. Жоба мысалы үшін 3 кубқа жасалынған болса, бұрынғы уақытта жаңа жоба жасалғанға дейін сол канал арқылы 3 куб су өтіп тұрған болатын болса, Райс каналы арқылы. Кейінгі жасалған жобаның нәтижесінде ол 1 кубқа яғни кеміп кеткен. 2 куб су өтетін ғана болып қалған. Соған байланысты жобаны қайтадан өзгертіп, қайтадан жаңағы каналдың ернеуін кеңейту жұмыстары қазіргі уақытта жүргізілуде. Соның нәтижесінде шаруалар суды кем алғаны рас, белгілі мөлшерден кем алғаны рас. Біз ол жөнінде қосымша ауылда, сол Жамбыл ауданы Айшабиба ауылдық округі Қаратау ауылында кездесу өткізіп, мердігер бар, сол жұмысты жүргізіп жатқан қадағалаушы, тек қадағалаушы бар, тапсырыс беруші бар, бәріміз кездестік, хаттамалық шешім қабылдадық. Қай жерлерді кеңейту жөнінде, сол мердігердің есебінен кеңейту жөнінде шешім қабылданды. Ары қарай жобаға кірмей қалған жерін қосымша ақау актісін жасап, алдағы жоспарларға енгізу жөнінде біз ол кісілерді хабардар еттік. Сол 3 куб көлеміндегі суды біз қамтамасыз ететін боламыз. Енді ол жерде тағы бір мәселені айта кету керек. Сол ауылдық округте бұл тек қана сол Қаратау ауылындағы мәселе емес, ол біздің мына барлық ауылдарда да кездеседі ондай проблемалар. Қазіргі уақытта біздің шаруаларымыз мына егістікке ден қойып, суармалы жерлерді кеңінен пайдаланып жатыр. Бұрын мысалы үшін бос жатқан алқаптар көп болатын болса, қазір егіс алқаптарының арасынан бос жер таппайсыз. Кейбір біздің шаруаларымыз қосымша, жаңағы өзіңіз айтып кеткендей, тәлім жерлерді осы суармалы жерлерге айналдырып, осы суды пайдалануда. Яғни, бұрын мысалы сол суды біз 1,5 гектарға пайдаланған болсақ, қазіргі уақытта 2000 гектарға дейін ұлғайып кеткен жерлер бар мысалы. Мысал үшін айтып отырмыз. Бірақ біз ол 3 куб суды 2000 гектар үшін ұлғайта алмаймыз. Өйткені каналдың су өткізу мүмкіндігі тек сол 3 кубқа ғана арналған. Сондықтан біз мынау жер асты суын пайдалану, су үнемдеу технологиясын енгізу, одан кейін мына су пайдалану кезегі. Әр су пайдаланушы өздері бірігіп, су пайдалану кезегін құрып, бұрынғыша су мұраптарды ұстап, сол әрқайсысы өзіне тиесілі гектарына сәйкес су алу кестесін бекітіп, солай жұмыс жасау керек. Бар суды тиімді пайдалануымыз керек. Осы өткен аптада
жұма сенбі күні әлеуметтік желіге Меркі ауданы Андас 1 деген су қоймасының жөнделу бойынша үлкен сұрақтар мен наразылықтар туралы аудандық мәслихат депутаты мәселе көтерген болатын. Осы Андас 1, Андас 2, Андас 3 су қоймаларын жөндеу бойынша және оның сапасы құны бойынша айтып бере аласыз ба? Рас, әңгіменің көтерілгені ол нысандардың басында мен өзім болдым, бірақ оған дейін аралап шығып жұмыс барысын қадағаладық. Кемшіліктер болған рас, біз тиісті ескертулер жасап, мердігерді сол жерде тек қадағалаушыны бәрін жинап, тапсырыс беруші бар. Тапсырыс беруші Меркі ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі болып табылады. Сол құрылыс бөлімінің басшысы бар, сол жерде бәріміз тұрып, біз тиісті ескертулерін жасадық. Бұл Андас 1, Андас 2, Андас 3 деген бір сайдың бойында жатқан, бірінен кейін біріне су жиналатын, болашақта су жиналатын қойманың жобасы болып, қойманың құрылысы болып саналады. Бұл жаңа өткендегі су бұзып кеткен Андас 1 ең жоғарғы тұрған нысан. Бұл жерге шамамен сол 200 мың көлемінде, 200 мың куб көлемінде су жиналуы тиіс су қоймасы болатын. Сол жұмыстарды 90%-ға дейін аяқтағаннан кейін мердігер соған су жіберіп көрген. Яғни сынақ өткізуді жоспарлаған, су жіберіп көрген. Жартысынан астам су жібергеннен кейін жаңағы су жүріп кету фактісі орын алды. Қазіргі уақытта бұл жұмыстардың бәрі қалпына келтіруде, нысан қабылданбаған. Ал енді жаңа қалпына келтіру жұмыстары үшін қосымша қаражат оған бөлінбейді. Ол жұмыстарды мердігер өзінің есебінен қалпына келтірілетін болады. Ал нысанды қабылдау жұмыстарын біз міндетті түрде сол жердегі шаруалардың бәрін басын қосып, жергілікті тұрғындарды жинап, сол кісілермен кездесу өткізгеннен кейін барып қабылдауды ұйымдастыратын боламыз. Ал төменгі тұрған екі нысан келесі жылға өтпелі, ол нысандардағы жұмыстар әлі жалғасуда. Ал енді қаражатына қатысты мәселені біз қосымша хабарламасын берейік. Рахмет. Құрметті әріптестер, тақырып аясында қояр сауалдарыңыз болмаса, осымен баспасөз конференциямызды аяқтаймыз. Құрметті Қанатбек Қайшыбекұлы, ауламызға келіп, тақырып аясында толық ақпарат бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Аман, сау болыңыздар.